Құрметті оқырмандар, каналыма қош келдіңіздер. Қазақ тіл каналының дамуына үлес қосып жатқан әрбір жанға алғысым шексіз. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Шаңырақтарыңыз берекелі болсын. Әке мен бала әңгімесі. Баласы: әке, маған сұрақ қойыңызшы. Әкесі: балам, үйдің алтын қазығы кім? Баласы: әке, үйдің алтын қазығы бала. Әкесі: жоқ балам, үйдің алтын қазығы ана. Ана ақылды болса, бала дана болады. Ана тәрбиесі қызға үлгі, әке тәрбиесі ұлға үлгі. Ана ақылшың, әке қамқоршың, аға қорғанышың, інің сүйенішің, қарындасың қанатың екенін ұмытпа. Әкесі: балам, жоқты бар, ашты тоқ ететін кім? Баласы: әке, жоқты бар, ашты тоқ ететін мейірімді әке. Әкесі: жоқ балам, әке қанша жерден мейірімді болса да, ананың жаны бөлек. Ашты тоқ, жоқты бар ететін ол ана. Анасыз бала ұйықтамайды, қатықсыз айран ұйымайды. Әкесі: ал балам, өмір сүру үшін не қажет? Баласы: әке, өмір сүру үшін алтын, ақша, мал қажет. Әкесі: жоқ балам, өмір сүру үшін су, от, тұз, қыз, ақыл қажет. Су тіршіліктің нәрін береді, от өмірге жалын береді, тұз астың дәмін келтіреді, қыз өмірдің сәнін келтіреді, ақыл өмірдің мәнін келтіреді. Газ бар, давление жоқ. Интернет бар, жылдамдық жоқ. Электр бар, қуат жоқ. Реформа бар, нәтиже жоқ. Демократия бар, бостандық жоқ. Заң бар, әділдік жоқ. Сұраныс бар, ұсыныс жоқ. Ет бар, ақша жоқ. Көлік бар, таңдау жоқ. Мектеп бар, білім жоқ. Диплом бар, жұмыс жоқ. Жұмыс бар, таныс жоқ. Жемқорлық бар, күрес жоқ.